КСРО және Қазақстанның халық әртісі Роза Бағланова атындағы 4-ші республикалық Ақмаңдайлым әншілер конкурсы ән падишасының туған жерінде гала концертпен қорытындыланды. Қазалы ауданынан тілшіміздің бейне материалы. Алаштың Ақмаңдайлы әншісі саналы ғұмырын мәдениетіміздің өркендеуіне арнады. Халқына бұлбұл үнмен сұлу сазда әуен сыйлап өткен сыр сұлуының өнер мұрасы туған жерінде тағы бір шырқалып, қайта жаңғырды. Теңдессіз өнер иесі атындағы байқауда бақ сынаған конкурсанттар үшін әншінің туған топырағында ән салудың орны бөлек, әсері ерек. Өнерпаздармен мақтанып халқы барды. Роза апамыздың аты мәңгі өшпейді. Оның мұрасына ұрпаққа насихаттау, жастарға үлгі ету біздің басты міндетіміз болып қала бермек. Ең бастысы Роздай әншілеріміздің ізін жалғайтын жастарымыз көп болсын. Егемен еліміздің бейбіт аспанда тек қана ән қалыптасын ағайын. Айшықты шарада көрерменнің ерекше ілтипатына бөлінген орындаушының бірі Фариза Жоламанова. Торғай өңірінің мақам сазын, дәстүрлі ән өнерін жетік меңгерген Фариза Роза Тәжбайқызының елімнің бір әрекесі мен боламын әнін көрерменге тарту етті. Бала кезден өнерді жанына серік еткен әнші бұл әнді таңдауда жауапкершілікпен қатар қорқыныштың басым болғанын жасырмады. Шынымды айтсам, ән таңдауда қиыншылық өте көп болды, себебі бұл кісінің қаншама әндері бар. Екі жирен, Айнам көз, жалпы мен өзім дәстүрлі әнші болғаннан кейін Айнам көз деген әнді таңдағым келді. Бірақ бұл Айнам көз әнін бір айдың ішінде алып шығу мүмкін емес. Қорқыныш сезімі болды өрей. Өзім қуанамын, осы Роза апамыздың конкурсы арқылы репертуарымызға тағы да ән қосылды қоржыныма. Енді өмірлік бұл біздің қоржынымызда көрсетіп жүретін ән болады деп сенемін. Және де Роза апамыздың жолын берсін деп тілеймін. Ән падишасы өмірінің 70 жылын сахнада өткізіп, 54 елді аралап, 25 тілде ән салып, талантымен талайды тәнті етті. Ол тек әнші емес, елін жанқиярлықпен сүйген қайраткер. Сұрапыл соғыста от пен оқтың ортасында жүріп, майдангерлерге әнімен рух сыйлады, жігерлендірді. Қазақ елі тәуелсіздік туын көтерген кезеңде де қоғам өміріне бейжай қарамай, азаматтық ұстанымын таныта білді. Бағланованың бұл қыры жас өнерпаздарға үлкен өнеге. Биылғы конкурсанттарымыздың деңгейі әсіресе ер жігіттер, орындаушылар өте жоғары деңгейде дайындалып келген екен. Роза Тәжбайқызы Бағланованың туған топырағында апайдың атында осы кешелі бері өтіп жатқан Ақмаңдайлым байқауының гала концертін өткізу негізі ережеге енген болатын. Сол мақсатта осы елге кеңес Түйсеков ағамыз бастаған осы бүгінгі осы байқау қатысушылары, оның ішінде жеңімпаздары бар, дипломанттары бар. Сол бүгін осы Қазалы халқына концерт өтті. Роза апамыздың әні ешқашан да өлмейді деп айта аламыз, себебі оның әндерін жалғастырып жатқан жастарымыз көбейіп жатыр. Біз үшін үлкен мақтаныш. Біз осындай киелі де қасиетті жерде Роза сияқты талантты әншілердің жерінде дүниеге келгенімізді мақтан тұтамыз. Біздің жастарымыз Роза апамыздың әндерін шарықтата берсін, әрі қарай насихаттай берсін, біздің жастарымыз Роза әнімен сусындай берсін деген тілек айтқым келеді. Мерекелік кеште жезтаңдай әншімен қатар белгілі композиторлардың да жауһар жырлары шырқалды. Текті өнерді төрге шығарып, көрерменге рухани азық сыйлаған өнер кешіне халықтың берген бағасы жоғары. Концерт өте ойымыздан шықты. Балдарға осындай рухы ырза болсын Роза апамыздың. Әрдайым биіктен көріне берсін балдар. Апаларыңның жасын берсін, дендерің сау болсын, өнерлерің өрге өсе берсін. Бүгінгі концерттен өте әсерім мол болды. Роза апамызды біз үнемі тыңдап жүреміз. Мына өскелең үлкен адамдар үнемі Роза апамызға ғашықпыз. Біз оқушы кезімізде соның ән жырладық, ән айттық. Әлі есімізде. Бұл осындай кештер көбейе берсін. Қазақ халық музыкасында өшпес із қалдырған Сақина Сандуғашының ел құлағында жатталып қалған әндер аз емес. Роза Тәжбайқызының сұлу саз әуендері киелі Қазалы төрінде тағы бір мәрте өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Әділжан Бердібеков, Иса Шариф, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.